Сәлем достар, мен YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге таңғы асқа бананды қимақ, яғни банан оладьи, немесе панкейк десем де болады, рецептімен бөлісетін боламын. Үйде бар бананды, пісіп тұрған бананды пайдаландым. Шешуі өте дәмді болып шығады, жасап көріңіздер. Алдымен YouTube каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен осылай жұмыртқаларымызды жарамыз. Мен көмекшілерім көмектесіп жатыр екі жақтан. Жұмыртқаны жарып, үстіне қант қосып араластырамыз. Bir қалыпты масса болғанша араластырып аламыз. Үстіне сүтімізді қосамыз. Тағы да араластырамыз. Ванильный сахар қостым, шым тұз, жақсылап араластырамыз. Енді ертілген сары майымызды қосамыз да араластырамыз. Ванильный сахарды дәм шығару үшін қостым. Енді пісіп тұрған бананымызды аламыз. Менде 2 банан болды. Осылай бөліп саламыз ыдысымызға. Блендермен осылай езіп шығамыз. Әбден еземіз. Қою болғанша. Енді осы немізді, бананымызды жаңағы бірінші сұйықтығымызға құйып осылай араластырамыз. Енді табамызды қыздырып, блинчикке дәл пісіргендей осылай пісіріп шығамыз. Дәл видеодағыдай. Шамалы отты баяу қылып қойдым мен. Пештің қызуын 4-пен пісіріп жатырмын. Екі жағын айналдырып пісіріп аламыз. Өте жұмсақ болып шығады. Кезек-кезек осылай пісіріп шықтым. Үйде банандарыңыз бұзылайын деп тұрса, немесе пісіп кеткен болса, балалар жемейтін болса, осындай оладьи жасауға кеңес беремін. Өте дәмді, жылдам дайын болады. Рецепті өте қарапайым. Бар заттардан жасадым. Бірақ пісірген кезде байқаңыздар, тез күйіп кетеді екен. Ал біздің оладьиларымыз дайын болды. Осылай оформление жасап қойдым өзімше. Жасап көріңіздер, сіздермен бірге болған Айман ас болсын.